Drop'ta қалай скачать ету керек екенін, қалай басып орналастыру керек екенін көрсетіп кетемін. Ол үшін поисковый система сіздерде Google болса Google, Яндекс болса Яндекс, Corel Draw деп жазып аласыздар. Одан кейін жаңағы скачать бесплатно деген сияқтылар жасаңыздар да болады. Және де мына жерге кролик немесе торнет арқылы іздесеңіздер ыңғайлы болады. Енді қазір прямой тікелей бір сайттан скачать етіп алу өте қиын. Ондай сайттар аз. Прямой сайттан жүктеп алу сайттары қазір өте аз. Сондықтан мен торнет арқылы көбінесе жүктеп аламын. Торнет деген бізде мынау. Осы поисковый, осы жерге жазамыз. Ол үшін бірінші, самый главный, ең жіберіп жүретін қателіктер көбінесе мен байқайтын. Сіздер жүктеп алыватқан Corel Draw'тың параметрі мен сіздердің ноутбуктарыңыз немесе компьютерлердің системаның параметрі бір-біріне сәйкес келмейді. Менің параметрім ноутбугымның Windows'ның параметрі 11 и разряд жаңағы 64 болады. Енді мен соған қарай өзімнің программаларымда установка жасаймын. Сіздер де өздеріңіздің параметрлеріңізге қарап установка жасайсыздар программалар. Оны қай жерден көреміз? Менде мына жерде параметрі болады. Параметрде системаға кіремін. И және де менде о системе деген өзінің компьютерден көретін системасын көретін жер бар. Характеристика устройствомыздың жазып қоятын жер. Мына жерде менде процессорым туралы жазылған. Мына 64 разрядтық и Windows'ым менде 11. Мына. Енді мен осы екі параметрге қарап өзімнің программамды жүктеймін. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, Corel Draw торнет арқылы жүктейді деген. Corel Draw 64 кіріп көреміз. И және оқимыз мына жерде системные требования для компьютера. Windows 11 бар, как раз менде 11. 10-ға да скачать етуге болады. 64 биттік, 32 биттік бұл жерде жоқ. Көбіне ноутбуктар 32 биттіктер 64 биттікті скачать етіп алады да, екеуі бір-біріне сәйкес келмегендіктен программа орналаспайды. Бұл жерде тек қана 64 биттік. Сіз не істейсіз, егер сізде 32 бит болатын болса, 32 битті жазасыз мына жерге. Мына жерге 32 бит деп жазасыз. И мына жерлерде 32 битке арналған Corel Draw'тар ашылу керек. Мен қазір мына жерде ондай ашылмаса іздеп жатпақ қояйын. Мұны мына жерде жазып тұр. Микро Windows 10-ға және де 8-ге, 7-ге болады. 32 биттік және 64 биттік версияға арналған Corel Draw. Енді осыны скачать торнет деп жазып аламыз. Бұл жерде бізде торнетке арналған версиясы беріледі. И осыны алып, өзіміздің мына торнет жүктеп алатын программа, скачать ететін программаға кіргіземіз. Осылай, окей дейміз. И бізде мына загрузка кетеді осылай. Загрузка аяқталғаннан кейін бізде осылай сақталды деген жасыл болып, полный жасыл болып тұрады. Енді мен соны ашамын. Жаңағы ол жерді мен удалить етіп тастаған. Мына жерде менде баяғы өзімнің Corel'ым. Сонымен біз осы Corel'дың приложениясын жүктеп алдық деп ойлайық. Жүктеп алдық деп ойлайық полностью.
мына жердегі зеленый болды полностью деп ойлаймын, потому что менде 32 биттік емес, мен қазір өзім уже установленный Coral болып тұрғандықтан қайта установка жасағым келіп тұрған жоқ, мен жай ғана түсіндіріп өткім келді. Сонымен бізде торнеттегі полностью ойлайық, что бізде зеленый болып жанды, и бізде загрузки деген папкамызге ол түсті, мына ол бізде мына жерге тұр. Енді бұны қалай ары қарай скачать етеміз? Егер біз сразу басатын болсақ, бізде Windows'ымыздың өзіміз айтады, что приложениені баспаймыз, возможно, ошибка береді, жаңағыдай сізге вирус кіргізеді деп бізді қорғау мәселесінде отказ береді. Енді бізге отказ бермес үшін біз полный өзіміздегі система Windows защитила ваш компьютер деп қойған. Біз ол программаны орнатпаймыз дейді. Ол үшін бірінші бұны орнатудың алдында біз система защиты Windows'ты өшіріп қоямыз. Временно, кейін қайтып қосамыз. Обратно қайтып барлығын қосамыз. Ол үшін защита Windows угроз деген жерде управление настройками кіресіздерде полный барлығын мынандай защиталарымызды өшіріп шығамыз. Кейін қайтып жазып шығуды естеріңізден шығып кетпесін. Защита полностью. Управление браузером деген жерде де защитасы бар. Осы жердегі де параметры защиталарымызды бәрін осылай барлығын өшіріп тастайсыздар. Осылай барлығын өшіріп тастағаннан кейін сіздерде установка жасалынады. Оны мына қайтып жаңағы загрузкаға кіреміз. Енді біз қайтып загрузкаға кіреміз. Загрузкаға кіріп болғаннан кейін жаңағы установленный приложениямызды басамыз. Басқаннан кейін бізде уже жаңағыдай Windows защита деген шықпайды. Кәдімгі орнату уже не шығады. Windows Coral'дың жалғасы деп далее деп отырып установка жасап аламыз. Мендегі қазір бұл Coral Draw'дың параметрі бізде қазір уже бағанағыдай защита деп шыққан жоқ. Разрешить деп шықтыр, да дейсіз. Установка көрдіңіздер ме? Уже басталып жатыр. Мен отмена жасасам, менде уже установление орын бар. Мен оны қайта установить еткім келіп тұрған. Просто жай ғана далее дейсіздер. Одан кейін жаңағыдай сіздерде сөз шығады. Ештеңе баспайсыздар, просто скачать етіп отыра бересіздер. Одан кейін қайтып параметрлеріңізді полностью жаңағы өшіріп қойған защиталарыңызды қайтып қосып шығасыздар. Қайтып полностью қосып шығасыздар. Защита настройками. И мына жерде қосылмаған барлығын қайтып қосамызда перезагрузка жасалады. Перезагрузка жасағаннан кейін сіздерде Coral установленный болады. Мендегі Coral 24-ші версия. Екі 2024 версия 64 биттік 11-ші Windows'қа арналған. Білмеймін сіздерде бұл 32-ші биттік арналған ба, арналмаған ба, мен оны білмеймін, есімде жоқ. Но мен оны тоже жаңағы
неге сақтап қоямын, жүктеп қоямын Telegram каналға. И және де мынау уже шығарып, мен қазір басып жатырмын ғой, 32 бит. Тоже осыны да сіздерге Telegram каналға жүктеп қоямын. Установка жасайтын кезде бағанағыдай мен сияқты полностью Windows защитаңыздың бәрін удалить өшіріп қойсыздар. Установка жасап болғаннан кейін қосасыздар.